жаңа тақырыпқа өте берейік. Елу бірінші беттегі қазақтың бас ақыны дейді. Яғни бүгінгі біздің өтілетін тақырыбымыздың иесі ақын әрі жазушы Абай Құнанбаев. Яғни Абай Құнанбаевты біз жақсы білеміз. Өйткені бірінші сыныптан бері біз оның өлеңдерін, мақал-мәтелдерін, мәтіндерін оқып келе жатырмыз, Балалар, сендерге сұрақ біріншіден. Абай Құнанбаевтың неше қара сөзі бар? 45 қара сөзі бар. Жақсы, керемет. Яғни бәріміз білеміз, ол әрі сазгер, әрі аудармашы, әрі ақын, әрі жазушы екенін бәріміз білеміз, Енді сендерге сұрақ. Абай Құнанбаевтың азан шақырып қойған бірінші аты кім деп атады? Ибрахим. Неге оны Абай деп атап кеткен? Жақсы, керемет. Яғни әжесінің баласы болғандықтан, әжесі кішкентай кезінен өзінің бауырына басқан, соны еркелетіп, Абайым менің деп атын Абай деп кеткен. Сөйтіп барлық кітап, газет, журналдарға Абай аты аталып, Абай Ибрахим деп екі атымен жазылған. Бірақ азан шақырып айтқан аты Ибрахим. Енді қара. Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келген екен балалар. Суретіне қарап қойыңдар. Абай Құнанбаев. Бұл жас кезіндегі емес, орта жастағы суреті. Абай Құнанбаев. Қазіргі біздегі Семей қаласындағы, Семей облысында дүниеге келген екен. Абай Құнанбаевтың анасының аты Ұлжан. Ал бауыр басқан әжесінің аты Зере. Ал енді Абай Құнанбаевтың әкесінің аты кім болады балалар? Құнанбай. Әкесінің аты Құнанбай. Қол аяғы ұзарған. Ол атқа мініп жүруге жарағанымен үйден көп шықпайды. Өзге балалардан көріп, басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әжесі. Одан қала берсе шешесі. Абай биыл ғана анық байқағандай. Мұның әжесі бір түрлі әңгімеші екен. Қызық сөйлейді. Әңгімесін дәмді қылып қызықтырып айтады. Бірде Абай сырқаттанып жатып, әжесінен әңгіме айтуын сұраған. Сонда әжесі ойланып отырып, Болдыр, күн өткен, бұрынғыда кім өткен деп кішкене тақпақтап бастап еді. Абай соны ұғып қалыпты. Келесі жолы әңгіме сұрағанда әжесін тізесінен ақырын қағып, болдыр, күн өткен, бұрынғыда кім өткен деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді. Әжесі әуелде көп ертегілер айтқан. Абай қажымай, жалықпай, ылғи ынтыға дайындайтын. Кейде әжесі шаршап айтпай қойса, шешесіне жабысатын. Ұлжан да көп әңгіме білуші еді. Және ол көбінесе өлең сөзді жиі айтатын. Яғни балалар, әжесінің аты кім екен? Зере. Анасының аты? Ұлжан. Бірақ ертеңгі кім көп айтып келеді ғой? Әжесі. Және әжесінен бөлек анасының өлең сөздер айтып береді ғой. Ал оның ең жақын досы кімдер болған екен? Әжесі. Және анасы. Мынандай қағаздар таратам. Осы кестеге қарап,
әрқайсылары өздерінің бұрынғыдан бері білетін Абай Құнанбаев туралы жазасыңдар. Және қазір жаңа мәлімет алдыңдар ғой. Оның анасының аты Зере, және ол қай жылы туылып, қай жылы қайтыс болғанын, қай облыста туылғанын туралы жаңа мәлімет алдыңдар, иә? Сол есіңізде қалған туралы қазір жаңа мәлімет деген бетке жазасыңдар. Бұл балдар топпен жұмыс. Барлықтарың бір-бірімен ақылдасып, бір топ башы жазады, қалғандарын ой пікірлеріңді айтасыңдар да топ башы жазыңдар. Түсінді ғой? Топпен жұмыс. Ақылдасамыз бір-бірімізбен. Жақындасып. Бір-бірімен ақылдасыңдар. Бұрынғыдан білетін Абай Құнанбаев туралы. Бір-біріне ақылды айтыңдар. Иә, өздерің неше қадar жазғыларың келеді? Жазып ақылдас бір-біріне де, ең бір-бірімен ақылдасыңдар. Неліктен қалды? Бұрыннан бері не білесіңдер? Ол ақын болған, ол жазушы болған, сол туралы жаздар. Бұрынғыдан білетіндерін жазыңдар. Шын аты, азан шақырған атын Ибрахим деп қоямыз. Оқуда озат боламын, білімім тасып толамын, мектепке барып күн сайын тек қана бестік аламын. Оқуда озат боламын, білімім тасып толамын, мектепке барып күн сайын тек қана бестік аламын. Оқуда озат боламын. Жазушы және ақын сазгер өлең жазған, мақал мәтін жазған. Абайдың 45 сөзі бар. Семей облысында бөлген. Жаңа мәлімет. 845 жылы 904 өмірден өткен. Анасының аты Ұлжан, әжесінің аты Зере. Абайдың азанды шақырған аты Ибрахим, әкесінің аты Құнанбай. Керемет. Дұрыс па балалар? Қолдаймыз ба? Жақсы, керемет. Әр топтың өзінің білетін мәліметін жазды, және бұрынғыдан білетін мәліметтеріңді жазып шықтыңдар, иә? Яғни Абай Құнанбаевтың кім екенін, оның ата-анасының атын, қай жылы дүниеге келіп, қай жылы дүниеден өткенін, және қай қалада дүниеге келгенін жайлы білдік қой. Ал енді келесі Абайдың шын аты Ибрахим, ол ақын болды. Анасының аты Ұлжан, әжесінің аты Зере, әкесінің аты Құнанбай. жаңа мәлімет, иә? Ол өмірден 1904 өмірден өткен. Оның достары әжесі, анасы, әкесі. Керемет. Дұрыс. Ибрахим әжесі көп әңгіме айтатын, анасы мақалдап айтатын. Ибрахим бұрыннан әжесінің әңгімесін көп тыңдайтын. Абайдың әжесі бір түрлі әңгімеші еді. Жаңа мәлімет. Анасының аты Ұлжан, әжесінің аты Зере, әкесінің аты Құнанбай. 1845 жылы дүниеге келген. Семей облысына дүниеге келді. Абай 1904 жылы дүниеден озды. Керемет.